Егер бір күні үйіңіздегі қуыршақ орнын ауыстырса, бұл жай кездейсоқтық емес. Бұл оқиға жай аңыз емес, Чакимен байланысқан адамдардың көбі тірі қалмаған. Мен бұл қуыршақты қоқысқа тастадым, бірақ ол түнде қайтадан бөлмемде тұрды. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Бұл оқиға Алматының шет жағындағы ескі көпқабатты үйлердің бірінде болды. Айбек деген жігіт жаңа пәтерге көшкен еді. Пәтер арзан, бірақ біртүрлі тыныш болатын. Жиһаздарды реттеп жүріп, ол қоймадан ескі балалар қуыршағын тапты. Қызыл шашты, үкісі жасанды, көзі тым-тірі сияқты. Қуыршақтың кеудесінде жазу бар еді: Good guy. Айбек мән бермеді, бірақ сол сәттен бастап үйде бірдеңе өзгерді. Түнде Айбек оянып кетті. Ас үйден дыбыс естілді. Ол тексеруге шыққанда ешкім жоқ, бірақ қуыршақтың орны өзгерген. Бұрын диван жанында еді, енді ас үйдің есігінің алдында. Келесі түні жағдай одан да қорқынышты болды. Айбек ұйықтай алмай телефон қарап жатқан. Кенет балаларға тән сыбырлаған дауыс естілді. Айбек жүрегі тоқтап қала жаздады. Бөлмеде ешкім жоқ, бірақ қуыршақ басын басқа жаққа бұрып тұрған еді. Айбек интернеттен іздей бастады. Бұл қуыршақтың тарихы бар екен. 90-шы жылдары Чарльз Ли Рей деген қаныпезер өлер алдында өз жанын вуду арқылы қуыршаққа көшірген. Сол кезден бастап Чаки тек ойыншық емес, тірі нәрсе болған. Айбек қуыршақты қоқысқа тастады. Тынышталады деп ойлады, бірақ түнде есік сықырлап ашылды. Қараңғыда еденде кішкентай аяқтың ізі көрінді. Ал қуыршақ қайтадан диванда отырды. Таңға жуық Айбек көзін ашты. Чаки оның төсегінің қасында тұр. Бұл жолы ол күліп тұрған жоқ. Енді сен менікісің деп сыбырлады. Сол сәтте жарық өшті. Көршілер таңертең Айбектің пәтерінен айғай естіді. Полиция келгенде Айбек жоқ, тек еденде қан іздері, ал бұрышта күлімсіреп отырған Чаки. Пәтер қайта сатылды. Жаңа тұрғындар қоймадан сол қуыршақты тапты. Ал түнде біреу сыбырлады: ойнағың келе ме? Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.